Зайырлы қоғам мен жоғары руханиятты ел қалыптастыру жолында. Осындай төмен Қазталов ауданында облыстық діни форум өткізілді. Жиында жастарды жат ағымнан сақтау, олардың діни сауатын ашып, дұрыс тәлім тәрбие беру мәселелері қаузалды. Мемлекеттің зайырлы келбеті бірлік пен тұрақтылықтың кепілі, сондықтан ұлтаралық, дінаралық достықты нығайту маңызды. Алайда зайырлық ұғымын теріс түсінетіндер де аз емес дейді облыстың бас имамы. Ол қазақ жастарына ислам діні мен ұлттық салт дәстүрді қатар насихаттау керектігін айтады. Тарих ғылымдарының кандидаты ғалым Жаңабек Жақсығалиев мектеп оқулықтарына діни ақпаратты сапалы әрі тереңірек енгізуді ұсынды. Форум барысында жас буынды жат ағымнан сақтау тақырыбындағы бейнематериалдар көрсетілді. Әрі облыстың бас имамы жергілікті тұрғындардың көкейтесті сауалдарына жауап берді. Біз қашанда осы мемлекетіміздің зайырлылық сипатын мойындай отырып, қолдай отырып, руханиятымызға мән беруіміз керек. Ал руханиятты құрайтын ол бірінші рухани құндылықпен және ұлттық құндылық, яғни асыл дініміздің ислам діні болуы және біздің ұлтымыздың қазақ екенін білу, еліміздің, жеріміздің осы қазақ топырағы екенін білу.